Накануне выпускного вечера покончила самоубийством одна из лучших учениц города. Родители считают, что уйти из жизни Салтанат решила после того, как узнала о результатах ЕНТ. 3 подростка покончили с собой. Суицид случился тоже из-за тестирования. Казахстанские подростки все чаще сводят счеты с жизнью. 11-классница совершила самоубийство. Девушка на пробном тестировании не набрала нужных баллов по математике. Енді ұбыты кез келген оқушы қорқынышпен қабылдайтын период. Оқушы кезде біз неден қорқамыз? Біреудің сөзінен, мазағынан позор болып қаламын-ау деген ойдан. Немесе ата-анамның үмітін ақтай алмай қаламын-ау, аз балл алып қалсам, мені қабылдамайды, маған ашуланады, ренжитін болады деген секілді ойлар болады. Және оқушылар жұрт не айтады, аз балл алып қалдым, немесе грантқа 1-2 балл ғана жетпей қалды деген секілді жағдайлар туған кезде оны көтере алмай, кейбір оқушылар суицидқа бейім болып, өзінің өміріне қоштасқысы келіп те жатады. Және Қазақстан бұл жөнінен СНГ бойынша алдыңғы қатарда тұр екен. Сабақ, 90-дықтан 5-ке шығу, алтын белгі, ұбыт, ЕНТ, тестте, жалпы грантқа түсу деген досым шын мәнінде ең бастысы емес. Қараш, сенің ата-анаң, туыстарың, достарың аман есен ғой. Бастысы қол-аяғың сау. Осы видеоны көзіңмен көріп, құлағыңмен естіп отырсың. Және де ең маңыздысы, миың жұмыс жасап, жүрегің соғып тұр. Болашақ өміріңде студент болғанда, жұмыс жасағанда әлі өміріңде талай проблемалар мен қиындықтар болады. Және ол ең алғашқысы сен үшін ол ЕНТ болып тұр. Егер де сен осы бастан мысалы қолынан келмейді, отличник болмаған соң мен жоғарғы балл жинай алмаймын деп қорқып, өзіңе сенімділікті жоғалтып, сынып қалсаң, сен болашақтағы болатын қиындықтар мен болашақтағы өміріңе қалай нық қадам баса аласың, қалай үлкен азамат боласың, және де қалай үлкен белестерге, жетістіктерге жетесің. Сол үшін бұндай арам ойлардан тазарып, болашақ жарқын өміріңді арманда. Кім болғың келеді? Қандай маман иесі болғың келеді? 5-10 жылдан кейінгі сенің өмірің қандай? Мүмкін сен ақ халат киіп жүрген дәрігер шығарсың. Мүмкін әдемі форма киіп жүрген военный шығарсың. Мүмкін өзіңе жұмыс жасайтын фрилансер немесе жеке кәсіпкер шығарсың. Армандай алдың ба? Енді осы арманыңа құлақ асып, мамандығыңды таңдай біл. Себебі ол сен ішкі қалауың. Даже сен айтуы мүмкін, ол қазір мүмкін емес, ондай маман иесі бола алмаймын, немесе ол менің қолымнан келмейді деуі мүмкін. Немесе ол туралы мүлдем хабарым жоқ деуің де мүмкін. Бірақ егер де сен қазір осы бастан дайындалып, осы мамандыққа қарай іс-әрекет жасасаң, кішкентай қадамда жасасаң, сен ол нәтижеге жете аласың. Ал егер де оқуға деген құлшынысың болмаса не істеу керек? Ол кезде міндетті түрде мына сұрақтарға жауап бер. Сабақты кім үшін оқып жүрсің? Егер де ата-ананың үмітін ақтауым керек, мама, папам, достарының алдында, туыстарының алдында мақтану керек, мен жақсы тәрбиелі оқушы болуым керек, жақсы бала болуым керек десең, одан да шын айтайын, өтіп біреу үшін оқудың қажет жоқ. Ол сен ата-анаңды ғана емес, өзіңді де алдап жатсың. Жалпы оқу, жалпы білім, ол сенің қалаған нәтижеңе жеткізетін көпір десек те болады. Егер де сен қазір оқып, қазір тырысып, іс-әрекет жасасаң, сен қалаған нәтижеңе жетесің. Ал егер де сен қазір білім алмасаң, өкінішке орай жетпейсің. Не себепті? Қазір себебі білімдінің заманы. Егер сен білімді болсаң, белгілі бір нәтижеге жете аласың, белгілі бір маман иесі боласың. Ал егер де сен білімсіз болсаң, өкінішке орай ондай маман иелерін ешкім жұмысқа алғысы келмейді. Екіншісі, не үшін оқуың керек? Мүмкін сен Стив Джобс, Билл Гейтс, немесе Джек Ма деген секілді мықты тұлғалар секілді болғың келетін шығар. Мүмкін сен белгілі бір Қазақстандағы номер 1 программист болғың келетін шығар. Окей, супер, мықты. Не үшін екенін анықтадық. Енді осыған әкелетін, осыған жасау керек іс-әрекеттер қандай? Егер де сен программист болғың келсе, ұнаса да, ұнамаса да сен физика, математикаға дайындалуың керек. Программист болғың келсе, жоғарғы балл жинауың керек. Ал ол үшін сен ЕНТ-ға тиянақты дайындалып, ЕНТ-дан минимум мысалға 120 балл жинауың керек делік. Яғни айтқым келгені, егер де сен нақты не үшін екенін біліп алсаң, қандай нәтижеге жеткің келетінін біліп алсаң, сенде мотивация да болады, жалқаулықтан да құтыласың, және де ЕНТ-ға дайындалуға да энергия да болады. Қорытындылай келе айтпағым, мектепте оқыдым, универде оқыдым, енді болды, оқымайым деген секілді сөздерден, ойлардан арылуым керек. Не себепті? Қазір 21 ғасыр, қазір білімдінің заманы. Қазір жұмысшы іздегенде универсал жұмысшыларды іздейтін болды. Тек қана бір дипломмен барып,
бір жерде жұмыс жасаймын деген қазір мүмкін емес. Сен қазір үнемі даму үстінде болуың керек. Қосымша машықтарды меңгеріп, қосымша тағы да бір сенің мамандығыңа қатысты мамандықтарды меңгеріп, қосымша курстарға барып, сен білікті және де бірегей маман иесі болуың керек. Сол үшін ертең студент болғанда оқимын, немесе мектеп кезінде қазір оқып алам, одан кейін болды, енді оқуды тастаймын, болды, енді оқымаймын деген ойлардан арыл. Барынша қосымша машықтарды, қосымша бейімділіктерді игеруге тырыс. Досым, іс-әрекетке көшетін кез келді. Нақты өзіңнің мамандығыңды анықтап, нақты сол мамандыққа көшетін, сол мамандықта іс-әрекет жасайтын кез келді. Сол үшін мен осы видеоны сенің соңына дейін қараған үшін қосымша сыйлықты дайындадым. Яғни ентіға дайындықты бастаған кезде міндетті түрде білу керек. 9 қағида атты чек-листті де дайындап қойдым. Ол саған тегін беріледі. Бастысы сенің міндетің іс-әрекет жасап, сол мақсатыңа, сол арманыңа қадам басу. Егер де осы чек-листті алғың келсе, міндетті түрде осы видеоны достарыңмен, кем дегенде 5 досыңмен бөлісіп, маған бөліскеніңнің скринін инстаграмыма жіберсең, міндетті түрде осы чек-листті жіберетін болам. Себебі кез келген оқушы өзінің арманына жете алады, арман мақсатына жете алады, және де ол нәтижеге де алып келеді. Бастысы осы кезде іс-әрекет жасау. Қорықпай, ойлана бермей қадам жаса. Себебі Стив Джобстағы бар ми, сенде де бар. Оның айырмашылығы тек қана білімінде. Сол үшін осы бастан білімге құштар бол. Видео ұнаса, достарыңмен бөлісуді ұмытпа.